Нұрболат Рахимов, Иманғали Ахилбай, Қазақстан чемпионаты, D4 F5, Голландия қорғанысы, ATF3, ATF6, C4 E6, G3. Фианкетто пілді G2-ке қояйын деп жатыр. Піл B4 шах, Боголюбов, Рогозин, Немцовичтің сүйікті жүрістерінің бірі. Піл D2 алдық және ат C6. Піл G2, D6, рокировка және E5. Негізгі орталыққа сарбазды қою. E3, рокировка, A3, енді болашақта B4 деген іс-әрекет жасайтын шығар, бірақ A5 оған мүмкіндік бермейді. Уәзір C2, уәзір E8, Голландия қорғанысының осындай бір ерекшелігі. B3, уәзір H5 және уәзір B2. Негізгі орталыққа шабуыл жасау 1 және 2 осындай 3 жерден осы негізгі орталыққа шабуыл жасау. Содан кейін мына тарраш ережесіне сәйкес өзіңнің ауыр фигураңды артынан орналастыру. Піл D7. Мен енді түсіндіре алмаймын, неге осындай шешім қабылданды. Алдық және ат негізгі орталыққа келді. Сонымен тап-таза ел аман жұртнышта біз негізгі орталықтағы сарбаздан айырылып қалдық. Алдық. Енді былай істейтін болсаңыздар, уәзір H2, патша H2, ат G4, мына жерге және мына жерге шабуыл жасайтын болсаңыздар, онда ең соңғы вариантта мына піл деген мына B7-дегі сарбаз жылып кетеді. Сол себепті тура D8. Енді айтып тұр, ең дұрыс шешім бұл жерде уәзір H2 болған. Уәзір H2 деген жүріс ең дұрыс болған. Бірақ тура D8. Міне байқасаңыздар, мынаяқта 0.74. Енді мына жүрістен кейін 2.17. Ат F3 және тура F8. Енді жаңа ғана мынаяқта 1.21 болатын болса, енді 2.99 болды. Уәзір C7 қомағалар қатарына кірді және басымдықтың қалай өсіп атқанын байқап атсыздар. Піл C6, пілді үлкен қиғаш жолға орналастыру. Ат D4, атты негізгі орталыққа алып келді. Тура D7 және уәзір A5. Ел аман жұртнышта біз деген қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ал бізде бар болған 1, 2, 3, 4. Ат G4, бұл аттың ең басты мақсаты мына H2-ге қомағалар қатарына кіру. H3 алдық және ат негізгі орталыққа келді. Үнемі айтатын нәрсе белсенділік сіздің артық фигураңыздан, артық тураңыздан, артық піліңізден маңыздырақ. Дәл қазір мынандай әртүрлі мүмкіндіктер былай және уәзір F3 деген мүмкіндіктерді қарастырады. Сол себепті F4 үлкен басымдық еді, бірақ кішірейіп қалды, 377 болған, енді F4-тен кейін 296 болды. Тура D4, басқа амал жоқ, позицияны тез өзгерту керек. ED, уәзір E2 қомағалар қатарына кіреміз. Үнемі айтатын нәрсе белсенділік сіздің артық фигураңыздан, артық піліңізден, сарбаздарынан маңыздырақ. Тура F2, уәзір E4 шах, патша H7 және ат F7. Енді не істейді? Басқа амал жоқ. Өйткені егерде атты F3-ке апаратын болса, онда тура F3, уәзір F3, содан кейін уәзір D5 шах, осындай бір қиын және күрделі турамен болатын эшпіл болады, жағдай қиын болуы мүмкін. Енді көрейік басқа да варианттарды. Ат F7 және уәзір D2. H5 орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасауға болады және қарсыласты шұқылауға мүмкіндік бар. Тура A2, уәзір C6, D5, уәзір B6, B4, H4. Байқасаңыздар, басымдық 5,5 сарбаз артық. Алдық және уәзір H6, енді қосарланған сарбаздар, бытыраңқы сарбаздар деген сияқты. Уәзір D4, тура E4, бірден белсенділік. Әдемі, керемет, бұның барлығы өте тамаша орналасқан, бірақ белсенділік өте төмен. D3, уәзір H4, уәзір G3 және уәзір H5. Бәрібір басымдық өте үлкен, 5,85. 5,5 ұпай артық деп атқаным ғой. Енді 6 ұпайға жақын. 6 сарбазға жақын деп атқаным ғой. Тура G2 және G5. Ештеңеден қорқып тұрған жоқ, тек қана алға белсенділік, тағы да бір рет белсенділік. FG, қазір қараңыздар, 5,86 болған, мынадан кейін 4,74 болып қалды. Ат негізгі орталыққа барды және патша D5. Осыдан кейін қараңыздар. Бір жүріс
бүкіл позицияны қиратты, бұзды деп айтуға болады. Дәл қазір ақтардың басымдығы 4-49 сарбаз. Ал патша H1-ден кейін минус 4-95 болды. Көрдіңіздер ме? Аяқта 4,5-да, аяқта 4-49 болатын болса, 10 сарбаздан бір мезетте 10 сарбаздан айырылғандай боласыздар. Бірден F4, уәзір F2, ат D3, бұл деген 8 аяқ ат, патша уәзір G1 және тура E1, сонымен ел аман жұртнышта уәзірден айырылып қалды. Бұлай алдық және F3 біздің қаралардың өтетін сарбазы алға қарай ұмтылып тұр. Тура G4, F2, бұлай және уәзір F7. Мынандай шах амалдарын қарастыру. Бұлай шах және уәзір ат C2. Бірінші мына жерге шабуыл жасап тұр, екінші мына жерге шабуыл жасап тұр. Жағдай қиын. Тура C1 және уәзір E7. Дәл қазір мынандай мүмкіндікті болашақта қарастыру. Алдық шах және турадан айырылып қалды. Шах, 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 осымен ойын аяқталды. Не айтуға болады? Өкініштақ, әрине. Бірақ белсенділік артық фигуралардан маңыздырақ.